Мароккандық Абул Фирраз Абдил Гани Шымкентке мотоциклмен келді. Байкер Қазақстанды көру үшін 8000 шақырым жол жүрген. Әлем кезген саяхатшыны ұлы дала елінің қонақ жайлығы тәнті етіп отыр екен. Өйткені жұрт жолай қонақ қылып күтіп, көлігін жөндеп, тіпті тәртіп сақшылары жол сілтеп жіберген. Қарақұрлықтан шыққан байкер қазақ жеріне жету үшін жарты әлем шарлап өткен. Жерорта теңізінен бастап Еуропа жермен жүрген. Қазақ даласына Ақтаудан кіріп, киелі шаһар Түркістанға да тұрақтапты. Ұшы-қиыры жоқ далада көлігін бұзылып қалам ба деген қорқынышта болды. Алайда қонақжай халықтың көмегі бойдағы үрейді сейілтті дейді байкер. Мынау менің елім Марокканың жалауы, ал мынау Қазақстанның туы. Маған екеуі де құрметті, өйткені мен ұлы дала елін өз көзіммен көрген соң, олардың қонақ жайлығына көз жеткіздім. Барлығы құшақ жая қарсы алып жатыр. Жолдағы құрмет ерекше. Мароккандық саяхатшы Ұлы Жібек жолы бойымен жүріп көруді армандапты. Байкер тарихты осылайша жаңғыртқысы келген. Қазақ жерінің әсем табиғаты мен шөлді алқабы, тазада әсем қалалары еріксіз көздің жауын алады. Әсіресе шыңның қар басқан тауларына қарап отыра бергім келеді. Енді бабалар жүрген жолда менің де ізім қалды дейді әлем кезген саяхатшы. Мен үшін тек саяхат қана емес, осы сапарымда жолай қанша елді көріп, қанша адаммен диалог құрдым. Ол елдердің тарихымен, әлеуетімен таныстым. Ал қазақ даласында бәрімен жақын дос болып кеттім. Телефондарында жазып беріп жатыр, көмек болса хабарлас деп. Бұл нағыз достықтың шыңы. Мароккандық Абу Фирраз Абдил Ганидің ендігі бағыты Әсемқала Алматы. Бізде байкерге жолай қай жерлерге суғы керектігін, Медеу мен Шымбұлаққа міндетті түрде көтерілу керектігін айтып, жол сілтеп жіберді. Әлем кезген саяхатшы қазақ жерінде ынтымақ пен берекені сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Тіпті аз уақыт ішінде қазақша сөзде жаттап алыпты. Қанат Жүнісбек, Нұркен Жалбиев, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.